Қайырлы күн, қымбатты мен оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздерге видео салмағалы көп болды. Себебі 2 ай бұрын, кеше міне 2 ай болып жатырмыз. Алланың қалауымен біздің отбасымызға Аймұхамед деген ұлымыз дүниеге келді. Кішкене өсті, 40-нан шықтық, қатайдық, өзімде реттеліп, содан кейін одан әрі осы YouTube каналында күнделікті түсіп жататын сұрақтарға байланысты консультацияға обращение жасағаннан кейін беріп жатқан ақпараттарым дұрыс екеніне, менің күтіп жүрген оқырмандарым бар екеніне көзім жетіп, одан әрі сіздермен ақпараттармен бөлісуді жөн көрдім. Жалпы бүгін естеріңізде болса, мен соңғы салған видеоларым ішінде, кстати, осының алдында салынған видеолар, ол қызыммен түскен видеолар, садигіне сұратқан, одан кейін садикте көктем ауруына байланысты түскен видеолар болатын. Оларды да көрсеңіздер болады. Кімнің баласы садикке барады, кімнің кішкентай балдары бар, солар үшін өте пайдалы деп салып қойдым. Ол жерде мынадай бізде ата-аналарға тапсырма берілген болатын. Балаларға салт дәстүрді үйрету, насихаттау деген, сондай видео түсіру деген. Біз соған екінші қызым Айданамен жүріп, үйде қонақ күту, жалпы ұлттық тағамдар жайлы барлығын қосып керемет видео түсірдік. Соны көрсеңіздер болады. Және тағы бір видео бар, ол көктем ауруына, күзгі балға қатысатын кішкентай балалар болса, соларға арнайы пакеттен киім тігу жайлы. Бізге мынадай тапсырма берілді, просто так пакеттен тігу емес, не үшін ондай етіп киімді жасадыңыз, яғни қорғап шығу керек болды. Сондықтан соны қалай қорғап шықтық, сіздерге де кішкене, егер садикке баратын балалар болса, идея болсын деп салып қойдым. Оның да пайдасы бар деген ойдамын. Естеріңізде болса, оның алдында «Очаровательный кишечник» деген кітапты біз талдап жатқан болатынбыз. Жалпы бүгінгі айтатын тақырып ол изжога жайлы болады. Не үшін изжога болады, ол не? Плюс бұл тақырыпты алып отырмын себебі, осы жақында консультация алған бір кісі болды. Полный обследование, чекап өтіп, лечение алып жатыр қазір. Сол кісінің жағдайына қарап, көп мән бере бермейтіндігін байқадым. Адамдардың именно осы изжогаға, сондықтан осы тақырыпты қосымша етіп алып отырмын. Жалпы мына кітапта да сол тақырыпқа келген екен. Бұл кітаптан оқығаным бар, өзімнің бұған дейін білетінім бар, консультациядан беріп жүргеннен опытым бар. Қазір практикамен де бөлісе отырып, сіздерге осы тақырыпты кеңірек ашайын деп ойладым. Жалпы изжога дегеніміз не? Мына суретте қарап отырсаңыздар, мына жерде бізде өңеш болады, сосын асқазан болады. Екі асқазан мен өңештің арасында былай қақпақша болады. Сіз тамақты ішесіз, сол кезде бұл ашылады, тамақ асқазанға өткеннен қайтадан жабылады. Кімдерде изжога болады? Осы қақпақша әлсіз болып қалса, толығымен жабылмай қалса, мен қыздарым шулап жатыр. Егерде қақпақша толығымен жабылмай қалса, мынау асқазандағы кислотный среда болып тұрған, жартылай қорытылып жатқан тамақтар қайтадан өңешке қарай өтеді да, өңеште күйдіру сезімін тудырады. Ащы дәм келеді деп айтады изжогасы бар адамдар. Аузыма ащы дәм келіп тұр деп. Сол ащы дәмнің болу себебі ең бірінші мына қақпақша қызметінің бұзылысына байланысты. Енді не үшін бұл қақпақшаның қызметі бұзылады? Біріншіден, егерде адам тамаққа тойып алатын болса, тамақты ішпейді, үйіне келеді, қарын ашады да, бір мезгіл бүкіл тамақты опырып жеп алады. Сол кезде асқазан резко тамаққа толады. Қарын ашқан кезде асқазан кішірейіп қалады ғой. Сіз көп тамақ жеген кезде татавол толып кетеді, қақпақшаның бүйтіп қисаюына алып келеді. Сосын тамақ асқазанның қышқылдық ортасы бар, сол жаймен өңешке қарай өтеді. Бірінші себеп тойып тамақ ішу. Екіншісі ол тамаққа тойып алып, жатып ұйықтап қалу. Осы кезде толығымен өңешпен асқазанда тұрған тамақтар кері қарай ағатта, мына қақпақшаны тағы көтеріп жібереді. Нәтижесінде изжога пайда болады. Сондықтан әсіресе үлкен кісілер тамақ ішіп болғаннан кейін түнде ұйықтайтын уақытта бастарын 30 градусқа көтеріп жатқан. Сол кезде хотя бы азаят осы симптом. Хотя бы нагрузка түспейтін қақпақшаға. Үшінші себеп ол стрессті жағдайлар.
То есть адамда қатты стресс болған кезде тоже кислотность өте көп өндіріледі да асқазаннан, қышқыл нәрсе, қышқыл сөл. Сосын ол қатты бөлінген сонша қақпақшаны ашып өңешке қарай өтуі мүмкін. Төртінші себеп ол өт жолдарына байланысты. Егерде өттің бөлінуі, өнекелшектің қызметі бұзылысқа ұшырайтын болса, өт асқазанның құрамына көп бөлініп кетеді да, сосын ол жоғары қарай көтеріледі, нәтижесінде қышқылдылық пайда болады. Төртінші себеп ол негізінен аспиринді ретсіз ішу. Аспиринді басым ауырып тұр деп ішу, аспиринді қанымды қоюлатам деп ішу, анау ішіп жатыр екен деп ішу, ол дұрыс емес. Ол да асқазанның кислотный средасына кері әсерін тигізеді. Тағы бір себеп, қазіргі кезде әсіресе қыз балалар фигураларын күшті көрсету үшін іштерін қысатын киім киіп алады. Не дейді? Обтягивающий ма, короче, сондай ішіне бит қысып тұратын киімге іштерін жасыру үшін. Лучше правильное питание, салмақты ретті ұстау, чем надай нәрсемен қысып, плюс ішкі айналадағы адамдарды алдайды, во-первых. Екіншіден, ішкі органдарды қысып, олардың қызметін бұзылысқа ұшырату. Сондықтан қысып тұратын киімді кимеңіздер. Ол ешқандай да арықтатуға алып келмейді, сізге денсаулығыңызға кері әсерін тигізгеннен басқа түк пайдасы жоқ. Келесі себеп ол темекі тарту. Темекі тартқан кезде де оның құрамындағы никотин асқазанның қышқылдық ортасына кері әсерін тигізеді. Тағы бір себеп, әсіресе бұл қара жұмыспен айналысатын кісілерге арналады. Ауыр жұмыс істейсіздер, тамаққа тойып алып, ауыр нәрселерді көтеру, ол да өңеш пен асқазанның арасындағы қақпақшаның қызметінің бұзылысына алып келеді. Тағы бір себеп ол жүкті әйелдерге арналады. Жүктілік кезеңде ол бір жағынан физиологически деп айтсақ болады, бірақ әрине тамақтану режимін дұрыс қалыптастырған дұрыс. Жүктілік кезінде әсіресе 3-ші триместрде бала өседі активно, сол кезде не істейді? Асқазанның бәрін жоғары көтереді, асқазан ішіндегі тамақта жоғары көтеріледі, соответственно, қақпақша бұзылысқа ұшырайды. Бірақ бұл физиологиялық кезең деп айтамыз. Егерде тамақтану режимін жүкті әйел дұрыс сақтайтын болса, ұйықтар алдында, ой, мен деген жерік болып тұрмын деп, ойына келген тамақты, тәттіні, шоколад жеп алып жатпайтын болса, жатпау керек олай. Онда бұл период кезінде өңештің қақпақшасына зиян әкелмей жеңіл өтуге болады. Ал если сіз осы кезеңде дұрыс режим сақтамасаңыз, онда босанғаннан кейінде бұл нәрсе сізді мазалайтын болады. Түсінікті болар, Енді бұнымен қалай күресеміз? Жалпы медицинада ең бірінші біз ФГДС жасатамыз. Бұл деп отырғанымыз асқазан ішек жолдарына шланг жұтқызады. Сосын барып ішіне видео арқылы асқазанның ішінің бәрін көріп шығу. Сосын өнекелшекті көруге болады. Мысалы, менде мына пациент нәтижесін оқып берейін. Бұл жерде дуоденит деп тұр. Яғни ол өнекелшектің қабыну процесі. Плюс катаральный гастрит деп тұр. Катаральный гастрит деген асқазан ішінің барлығын естеп тұр, қызарып тұр деген, раздраженный деген сөз. Уақыт өте келе бұл одан әрі асқынып, кәдімгі язваға дейін бару мүмкін. Сондықтан осы кезеңде емдеу керек. Жалпы медицинада әртүрлі дәрілер тағайындалады. Протокол бойынша тағайындалатын дәрілер бар. Бірақ егерде дәрігердің тағайындауынсыз әркім өз бетінше тамақтың қорытылуын жеңілдетем деп мезим, крион секілді дәрілерді алып қойып, тамаққа тойып алып, фок еткізіп біреуін ішіп жіберетін болса, тек қана асқазан ғана емес, ұйқы безінің қызметіне де кері әсерін тигізеді. Қалай? Бұл крион, мезим құрамында ферменттер бар. Біздің ұйқы безіміз өндіретін, тамақты қорытуға өндіретін ферменттерді сырттан біз аламыз да бере саламыз. То есть ұйқы безіне ешқандай нагрузка болмайды. Ұйқы без өзінің қызметін жұмыс жасамайды. Нәтижесінде біз жалқау ұйқы безге айналдырып қоямыз. Сондықтан өз бетінше дәрілерді қолдануға болмайды. Бұл бір. Екіншіден, көбісі тоже естіп алады да, антоцидный препараттар бар. Құрамында алюминий. Балалар шулатта кішкене үзіліп кетті. Негізі медицинада протокол тағайындалатын дәрілер бар да. Оларды, если гастроэнтеролог тағайындап жатса, курсмен лечение беріп жатса, ішуге болады. Но қазіргі кезде көбейіп кеткен.
Мысалы үшін, ой, алмагел ішсең тез жеңілдейсің деп көршілер рекомендация айта салуы мүмкін, достар рекомендация айта салуы мүмкін, немесе аптекаға барып алмагел алыңыз деп фармацевт бере салған дәріні ала салуы мүмкін. Бірақ олай дұрыс емес. Вообще асқазанға қолданылатын дәрілер бөлінеді. Антоцидный, ингибиторы протонной помпы деп, бұлар не үшін беріледі? Мысалы үшін, жаңағы мен айтып отқан антоцидный препараттарға алмагел жатады, ренне жатады. Оларды не үшін ішеді? Асқазанның қышқылдылығын төмендету үшін. Бірақ олардың құрамында не бар? Алюминий бар. И ол өте коварный да. Егер де рецис ішетін болса, осы алюминий организмге накапливается, жинақталып қалады да организмге. Ол ауыр металл болып саналады. Организм үшін шығару қиын оны. Кейін, когда сіз бір стресске түскен кезде, осы жинақталып тұрған алюминийлар клеткаларға өзгеріс алып келуі мүмкін. Кеңінен жайылып жатқан, енді айтпай қойын атын, сондай ауыр дерттерге алып келуі мүмкін. Екінші, ол ингибиторы протонной помпы, амепразол, пантопразол деген дәрілер бар. Олар асқазанның тоже рецис ішетін болса, асқазан өзінің функциясын дұрыс орындамайтын болып қалады. В норме ол қышқылдық орта бөліп отырады ғой асқазан. Сол қышқылын дұрыс бөлмей басып тастайды. Бездердің осы қышқылдылықты бөлуін рецис ішкен кезде. И нәтижесінде тоже кері әсерін алып келеміз органға. Сондықтан қандай курс лечения берді, сол бойынша жүріп отыру керек. Енді для профилактики не істейміз? Для профилактики аптасына бір рет картопты алып, картофельный сок ішуге болады. Тоже ол бұл жаңағы изжоганы кетіруге арналған. Тағы бір нәрсе, ол алоэ ішсеңіздер болады. Для профилактики азанда кешке дозировкасы бар арнайы ішіп отырсаңыздар болады. Тоже бұл асқазанның кислотный средасын реттеп отырады және изжоганы басады. Егер де толық консультация қажет болса, консультацияға жазылсаңыздар болады. Жалпы бүгінгі айтатын тақырып осы. Ертең өте қызықты тақырыпты қозғайтын боламыз. Запор плюс щитовидная железа. Яғни, мына жердегі қалқанша безінің қызметі қандай бұзылыстарға алып келеді, ол кім, оның қандай маңызы бар, сол жайында айтамыз. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Қолым тиген кезде қарап отырып, жауап беруге тырысамын. Ал егер де консультация қажет болса, төмендегі номерге жазып, онлайн консультацияға жазылсаңыздар болады.